Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жеңіл және оңай жасалатын көктемгі салат жасаймыз. Құрамы видеода көріп тұрғандарыңыздай қияр, редиска, чеснок, аскөк және капуста. Ең алдымен қиярды екіге бөліп алып, видеода көріп тұрғандарыңыздай турап аласыздар. Турап алған қиярымызды бөлек бір ыдысқа салып аламыз. Енді редисканы тураймыз. Редисканы дәл солай ортасынан бөліп турап шығамыз. Міне редискамызды осылай турап аламыз. Енді капустасын турап аламыз. Капустаны өз қалауларыңыз бойынша турайсыздар. Ұзынша жіп-жіңішке етіп, немесе осылай турап алып, ұзынша етіп, 4 бұрыштап турап шықсаңыздар болады. Укропты майдалап турап аламыз. Енді жарты шай қасық тұз, майонез, пресстен өткізілген чеснок, барлығын вилкамен жақсылап араластырып аламыз. Салатымыз дайын болды. Ұсына берулеріңізге болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Төменге рецептін қалдырамын. Сіздермен болған Эльмира. Астарыңыз дәмді болсын.